ертең интернеттен тарай бастайды. Кім ереже байында бір күн ораза ұстаса, кім ереже байында бүйтсе, сөйтсе деген көп деген хабарлар қаптайды еді. Құдай сақтасын. Біліңіздер, барлығы өтірік. Ереже айында жаңағындай намазға келеді. Бірінші намазды талқылайықшы. Намазға келетін хадистердің барлығы өтірік. Мысалға, баяғыда енді кейбір кітаптарда жазылатын енді. Рағайып деген, рағайып түні жаңағындай оқылатын намаз бар деп. Бірінші жетісінде жаңа рағайып деген оқиға миғраж түні болған. Сол кезде 100 ракағат намаз оқып сөйтетін, бірақ оның барлығы бидағат екенді. Оны имам Ибн Раджаб Аль-Хамбали айтады. فأما الصلاة فلم يصح في شهر رجب صلاة مخصوصة تختص به ولا حديث مروية في فضل الصلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب. Әдейі арнайы намаз бар. Рағайып деп оқылатын намаз бар. Әуелгі бірінші жұмада оқылатын. Оның барлығы өтірік дейді. Расул Алладан ешқандай ондай хабар жетпеген дейді. Яғни демек, әдейі арнайы намаз жоқ. 100 ракағаттық намаз жоқ. Бізде ең көп ракағат намаз ол тарауқта. 20 деп. И то оның өзінде таласып отырмыз да. А мынада 100 дейді. Жоқ ондай. Ондай жоқ. Естеріңізде болсын. وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. Көпшілік ғалымдардың құзырында бұндай намаз ешқашан болмаған. Көпшілік ғалымдар бұл намазды дінге енгізілген жаңалық деп есептеген дейді. وممن ذكر ذلك من أعيان العلماء المتأخرين من الحفاظ أبو إسماعيل الأنصاري أبو بكر بن السمعاني أبو فضل بن الناصر أبو الفرج بن الجوزي. Осындай мен жаңа атап өткен ғалымдар ғана соңғы кейінгі өткен ғалымдардың ғана аузынан тілге тиек етілген бұл намаз дейді. И то оқыңдар деп айтпаған, просто тілге тиек етілген дейді. Ал бұрынғыларда дейді, имам Ибн Раджаб айтады, вообще бұл намаз айтылмайтын дейді. Бұл намаз жайында сөз қозғалмайтын дейді, өйткені ол жоқтығын дейді. Баяғыда естеріңізге салып өтейін. Баяғыда адамдар пайғамбарымыздың атынан естейтін өтірік, жалған хадистерді тоқитын. Пайғамбардың атынан өтірік айтатын да. Біреу тұрады да, ой, кім Ясинді 100 рет оқса, жәннаттан жаңағы үй құрастырып беріп, сыртында, ауласында бүкіл несі жаңағындай суға ағып тұратын әрбір бөлмеде қорғыздары бар деп. Сөйтіп сол уақыттың адамдары іздейді екен, кімнен естідің дейді жаңағы. Біреу айтады, бәкең айтады хадис. Кімнен естідің бәкең дейді. Арнан, сен кімнен естідің? Мен деген кімнен? Ержан естідім. Ержан сен кімнен? Мен Бауыржан сен кімнен? Сөйтіп тауып алатын тұғын ғой, өтірік айтып жүрген ше, хадис ше. Олға сен кімнен дейді, сол үстіне Мұратбектен дейді. Мұратбек, неге айтып жүрсің десе. Просто адамдар Ясин оқымай кетті. Сөйтіп айтады екен да. Қуасың ба, пайғамбарым сол атынан өтірік айту керек пе? Саудагерлер болатын. Неше түрлі саудасын жасайды. Біреу не істейді, күріш сатады. Біреу көкөніс сатады. Күріш өтпей атады. Тұрады да. Кімде-кімнің үйінде күріш болса, соның үйіне берекет келеді дейді. Хадис кетті. Бітті. Сондай өтірік хадистер. Тафаққаху қаблат тағам. Тағамнан алдын көкөніс жеу керек дейді. Осындай өтірік хадистер бар. Не үшін айтты десе, жаңа саудагерлер не өтпей жатыр? Жүрмей жатыр сауда. Сауданы жүргізу керек болып жатыр да. Субханалла, сол уақыттарда хадисші ғалымдарымыз уже ойдан тоқылған хадистерді кітапқа жинап қойған ғой. Жинап қойған бітті. Ішін ашасың, неше түрлі хабарлар бар. Неше түрлі мағынада, неше түрлі әңгімеде. Ал пайғамбарымыздың атынан не істеуге болмайды, өтірік айтуға болмайды. Өйткені Бухарида келетін хадис бар. Мен кәззаба алайя мутааммидан фалиятабауа мақадаху минан нар. Кім менің атымнан әдейілеп тұрып өтірік айтатын болса, ол өзіне тозақтан орын дайындай берсін. Өте ауыр хадис. Біз кейбір кезде білмейміз, аламыз, фук жібереміз да. Фук жібереміз. Тиктоктан скриншот қылып алған ұстаз, мына дұғаны оқыса бола, мына дұғаны оқыса. Қайдан алғанын білмейсің да. Аны скриншот қыла берген, аналар да білмеймін, қай жерден шығарып, жаза береді, ана жерде. Неше түрлі өтірік хабарлар бар да. Енді кім Ибн Раджаб не айтып тұр? Ертең сіздер кездестіресіздер. Кез келген намаз, ол не нәрсе? Өтірік дейді. Өтірік, ондай нәрсе жоқ. Бұның барлығы пайғамбарымызға айтылған өтірік деп. Ондай хадистер жоқ. Енді оразаға келейік.
бұл уайда намаз жоқ, бірақ ораза ұстауға бола ма деген кезде имам Абу Дауудта келетін Әл-Бахили деген бір сахаба болған. Сол бір күні Расулаллах саллаллаху алейхи уассаламаға келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама ол ораза ұстап жүреді. Сол кезде Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалама сен өзіңді ораза ұстап қатты қинап жіберіпсің дейді. Өйткені ол адам сондай арық болып келеді. Я Расулалла, мен бір жыл бойы тоқтамай ораза ұстап жүрмін дейді. Сол кезде сен өз-өзіңді қатты қинап жіберіп жүрсің дейді. Сен үйтіп оразаны ұстама деп айтты дейді. Сен не істе? Лучше бір харам айларында бір күннен ораза ұста дейді. Я Расулалла, арттыршы деп айтты. Менде күш бар ғой деп айтты. Онда 2 күн деді. Я Расулалла, күшім бар, арттыршы деген кезде пайғамбарымыз саусағымен 3 деп көрсетті да, яғни оған 3 күн ұстап, 3 күн тоқтатып, сондай бір амалды істесең болады деген сияқты нұсқады дейді. Сум минал хуруми ватрук. Яғни харам айларында ораза ұстасаң болады, және де бір уақыт ұстамасаң болады. Осыған байланысты біздің ғалымдарымызда не деген сөз бар? Харам айларында ораза ұстауға болады. Демек, харам айларында осы ережеп айы кірген кезде өз еркіңде, бірақ қанша ұстайым десең де. Қанша ұстайым десең де өз еркіңде. Мен ораза ұстағым келеді, мен 10 күн ораза ұстағым келеді, 20 күн ораза ұстағым келеді. Мен одан да көбірек ұстағым келетсе, бисмилля. Әйтеуір бірақ 1-2 күн ораза ұстап, алдағы уақыттағы Рамазанға бір қамдану мақсатында бір ұстап қойсаңыз болады. Ережеп айында. Неге? Өйткені Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадистерінен түсініп тұрғаныңыздай, сум ашхурул хурум, харам айларында ораза ұстаңдар деген бірнеше пайғамбарымыздан риуаяттар бізге жетеді. Түсініңіздер ғой? Иншалла, осы біздің істейтін ережептегі амалдарымыз. Тағы да имам Мулла Али Қари өзінің кітаптарында айтады, ережеп айында біздің ұстаздарымыздың тағы да жақсы көрген бір амалы дейді, ол Алладан кешірім сұрау дейді. Алладан кешірім сұрау, истихфар айту. Астағфирулла, астағфирулла, астағфирулла деп. Алладан сол үшін ғалымдар не дейді? Мына жүрек дейді мысалы. Мына жүректің іші толып тұрса дейді, оның іші не істейді? Оның ішіне басқа нәрсе кірмейді дейді. Өйткені жүректің іші толып тұр. Сен жүрекке бірдеңке кіру үшін жүрегіңді бірінші босату керексің де, сосын барып оның ішіне басқа нәрсе кіреді дейді. Сол үшін сенің жүрегіңе рахым, мейірім, шафағат, нығмет, нұр кіру үшін сен ішіндегі қараңғылықты бірінші не істеу керексің? Шығарып тастау керексің дейді. Сол үшін не істеу керек? Бірінші истихфарды айту керек дейді. Истихфарды айту керек дейді. Астағфирулла, я Аллахым кешіре көрші деп Алладан кешірім сұрасаңыз, білесіздер орны болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам күніне қанша рет кешірім сұраған Алладан? 70 рет, тағы бір хадисте 100 рет дейді. Сол ұстазымыз айтады да, енді ойлашы дейді. Сен аласында дейді, мысалы бір киімің бар дейді. Қаншама жылдар бойы сен киімнің кір деген жиналып кетті дейді. Сен бір рет жуғанға кете сала ма дейді. Кетпейді дейді. Сен бір рет жуасың, екінші рет жуасың, үшінші рет жуасың, төртінші рет жуған кезде оны істейді, кете бастайды дейді. Сол сияқты қаншама бір жыл бойында жүрек кірледі. Түрлі нәрсені көрді, түрлі нәрсе күнәларға батты. Енді сен оны тазарту үшін просто Алладан кешірім сұрап отырсаң болды. Алла сенің жүрегіңді не істейді? Тазартып тұрады. Тазартып тұрады. Сол кезде оның ішіне не кіреді? Оның ішіне Алланың нұры, мейірімі, рахымы кіреді, бауырлар. Сол кезде ол жаңағы нұрың бетіңе шығады да, иншалла. Сол үшін осы айларда истихфарды көбейту керек. Біздің ұстазымыз айтатын, мен бір кісілерді танитынмын дейді. Олар күніне дейді, осы ережеп бойы мен көрдім оларды дейді. Күніне олар 1000 реттен истихфар айтып жүрді дейді. Сосын Шаабан кірген кезде олар күніне 1000 реттен салауат айтты да дейді. Сөйтіп Рамазанға кіріп кетті дейді. Яғни сондай не істеді? Жүрегін тазартты, одан кейін салауатпен нұрландырды, сөйтіп кіріп кетеді.